Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дымлама тағамын жасаудағы өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Міндетті түрде сіздерге осы тағамды жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, ерекше, оңай жасалатын тағамдардың бірі. Видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі тағамдарымызға қажетті заттарды дайындап аламыз. Барлық заттардың мөлшерін, құрамын видеоның астына жазып кететін боламын. Бізге керекті заттар: картоп, сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ, укроп, лавр жапырағы, чеснок, ет, орам жапырақ және дәмдеуіштерден тұз, қара бұрыш, паприка қажет болады. Барлық көкөністерді видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Ең әуелі біз дәмдеуіштерді дайындап аламыз. 2 қасық тұз, бұрыш, паприка және дәмдеуіштердің барлығын салып, қасықпен араластырып аламыз. Мендегі сиыр еті, қой еті немесе жылқы етінде қолдансаңыз болады. Ең әуелі қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін құйрық майымызды салып, шыжғыртып, одан соң етімізді саламыз. Жақсылап араластырып, бұқтырып аламыз. Етіміз жақсылап қуырылып, қызарып піскеннен кейін, үстінен сақина тәріздес кесілген пияз бен сәбізімізді салып шығамыз. Оның үстінен тұз бен дәмдеуіштерімізді салып, картоптарымызды салып, үстінен дәмдеуіштерімізді сеуіп, және болгар бұрыштарымызды салып шығамыз. Енді үстінен қырыққабаттарды қойып шығамыз. Қырыққабаттың сыртқы бөлігін дымламаның бетін жабып алып қалдым. Ішкі бөліктерін бірінші бөліктерге салып, үстінен дәмдеуіштерді сеуіп шығамыз. Және қызанағымызды осылай әдемі етіп, жайып орналастырып шығамыз. Және үстінен сарымсақтарды салып жіберсеңіздер болады. Және лавр жапырақтарында да қоссаңыздар болады. Дымламаның дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Енді осылай қырыққабаттың сырттарын дымламаның үстін жауып шығамыз. Ашық жерлерін қалдырмай, барлық жеріне осылай қырыққабатты жапырақтарын жауып, қазанның бетін жауып, 1,5 сағатта пісіріп шығамыз. Шамамен 1,5 сағатта біздің дымламамыз өзінің сөлінде, ешқандай су қоспаймыз, көкөністермен жақсы болып пісіп шықты. Дымламаны 1,5 сағат көлемінде бұқтырып пісіріп алғаннан кейін, ыдысымызға әдемі етіп орналастырамыз. Осылай орам жапырақтарын астына жіберіп, үстіне көкөністер мен етімізді саламыз. Және достар, қазақша контентті қолдап, видеом ұнап жатса, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.